Сәлем достар, бүгін сіздермен өріктің пайдасы туралы ақпаратпен бөлісемін. Сіздер подписка жасап лайк басыңыздар. Өрік сарғыш, қызыл, сырты тығыз, іші жұмсақ, ортасында сүйегі бар, дәмі тәтті, тіл үйіретін жеміс. Жемісінің құрамында 20% қант, алма және лимон, тағы басқа қышқылдары, 10% каротин, 1,3% пектин заттары, ал тұқымында 58% май бар. Кептірілген өріктің құрамында калий мен қант көп мөлшерде кездеседі. Қазір пісіп жатқан жемістердің бірі ол өрік. Өрік құрамында бірнеше дәрумендер мен минералдар бар. Өрік мидың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бауырдың зақымдануын болдырмайды, метаболизмді жақсартады, токсиндерді тазартады, гемоглобин деңгейін арттырады, иммундық жүйені нығайтады, сүйектерді жетілдіреді, тістерді біріктігін арттырады, бүйректе тас тұруын алдын алады, рактың алдын алады, жүректі қуаттандырады, стрессті азайтады, құрамындағы С витамині суықтаудың алдын алады. Кептірілген өрік несеп айдағанға қолданылады. Құрамында қант көп болғандықтан қант диабетімен ауыратын адамдарға бұл жемісті тұтынуға болмайды. Жаңа піскен өріктер қышқылдағы жоғары гастритпен ауыратын адамдарға зиян болуы мүмкін. Сонымен қатар бауыр, панкреатит, асқазан жарасы және ұлтабар аурулары кезінде өрікті тұтынудың біраз азайтқаны дұрыс. Сіздермен ақпарат бөліскен адам тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.